Алматы-Қапшағай бағытындағы автобустан түсіп трассаның оң жағында көл жағасына орналасқан ауылға бет алғаныма 1 сағаттан асты. Көздің базары таусылып, қыс қаһарына ене бастаған шақ. Ауа дымқыл қара суық жел қойын-қоншыма кіріп, сумаңдаған ызғарымен тәнімді тітіркендіріп өтеді. Аяғымдағы жұқа күздік етіктен өткен ызғар төбемнен бірақ шыққалы қашан. Жел өңменінен итеріп әрбір қадамды қиындатқанмен тұрмай қатты өріп түйіп тастаған шашымды тарқатуға әлі жетпегеніне ызаланғандай бұйралаған кекілімді жыла тартып ызғар маңдайымды жарып барады. Ал менің жанымда, жүрегімде, қанымда әйтеуір шашымнан башпайларыма дейін тараған мөп-мөлдір сезім бар. Бұрқырап ақ көбігін шашып үлкенді-кішілі қойтастарды таранып, көбігі шашырап бұлқына аққан тау бұлағындай сағыныш бар. Себебі мен бүгін түрмедегі досыммен кездесуге келемін. Ол менің жаңадан қосылған күйеуім ғана емес. Мен үшін дүниеде бар жалғыз еркек. Мен сүйген, мен пір тұтатын жалғыз адам. Менің тек жүрегім ғана емес, бойымдағы бар клеткам досым деп соғатындай. Оны 3 жылға соттады. Бұзақылық бабы бойынша дейді. Ал қылмыстық істе дерегі милицияны итеріп жіберген үшін. Досымға трамвайда кездескен милицияның үстінде арнаулы киімі де болмаған, куәлігінде көрсетпеген. Аялдамасына келіп түспекші болған досымның алдын кес-кестегенде оны итеріп жібергені шын. Бірақ қарға-қарғаның көзін шұқушым еді. Сот милицияның, мен милиция қызметкерімін деп ескертемін, сонда да ол маған қол көтерді дегеніне сеніпті. Ал досым болса ол айтқан жоқ, мені неге ұстамақ болғанына түсінбей итеріп жібергенім шын дейді. 3 жыл түрмеге кететінді білгенде ұру деген бұлай болады деп мұрнының быт-шытын шығарар едім дейді. Заңнан алыс 23-ке жаңа толған мен үшін досымның не үшін аяқ астынан 3 жылға сотталып кете барғаны түсініксіз күйінде қалды. Әйтеуір досымның кінәсіз екенін білемін. Ол керек десе шыбынды да өлтірмейді. Олар да Құдай жаратқан тіршілік иесі деп үйден ұстап алған шыбынды өлтірмей сыртқа ұшырып жіберетін. Сөйтіп досым түрмеде отыр, тағдыр басқа салмасын, амалың жоқ. Басында 15 күнге қамайды, шашын алып тастайды дегенде тақырбас күйінде көршілерге пәтер иесі Татарка апайымызға қалай көрінесің, ятай деп ағыл-тегіл жылаған едім. Қасымнан бір жеңіл машина өте шықты. Тоқтаған жоқ. Адамгершілік деген жоқ қой осы күнгі адамдарда. Тоқтап ала кетсе қайтеді. Мына байқұс келіншек ауыр сумкалармен келе жатыр екен. Жолай ала кетейін. Көл жағасындағы ауылға дейін әлі 5-6 шақырым бар деп жанашырлық танытса тағынан түсіп қалатындай. Бірақ бір ауылдың адамдарының трассадан түсіп қалып, жалпы режимде зонаға алған адамдарға еттері үйреніп кеткен шығар. Әрине, жақын жердегілер машиналармен, ақшасы барлар такси жалдап шұбырып жатады. Бұл бізде отырғандардың ішінде Қазақстанның қай түкпірінен сотталғандар жоқ дейсің. Әрине, мен машинаны қол көтеріп тоқтатқан жоқпын. Ақша сұрасақ айтем, менің қайтар жолға автобусқа ғана төлейтін ақшам бар. Бұл свидания 3 күндік. Жұмыстан 3 күнге ақысыз демалыс алғанмын. Себебі бұл свидания 3 ай сайын ғана беріледі. Қызық, сотталған жақын адамдармен кездесетін бұл кездесуді ауылдан келген кемпір шалдарға дейін свидания дейді. Мен бірінші рет осында отырған күйеумен кездесуге келдім десем, онша түсінікті емес секілді. Бір шал краткосрочный ма 3 күндікке ме дейді. Бұл жерде көбіне орыс халқы жұмыс істейді екен. Жиі араласқан халық бір-бірінің сөз байлығын байытады деуші еді, солар шығар деймін. Менің де аузыма свидания сөзі тез түсетін болды. Жақындар түрмеде отырмағандар свидания сөзін қыз бен жігіт арасындағы кездесу деп түсінеді анық. Көкшетаудағы атенем бізде барайық, жақындағанда айт деп еді. Оларға сіздер әйнек арқылы телефонмен сөйлесетін 2 сағаттық свиданияға келесіздер. Бұған өзім барайын деп үнсіз келісті. Бұл кездесуге менің оңаша келуім керек екенін түсінбейді ме? Өздері жас болмағандай ма деп ойладым. Пәтер иесінен қарызға ақша сұрап алдым. Мына сумкалардың іші толған дәмді тамақтар. Досым екеумізге 3 күнге жетеді. Аяулы жаныма осы мүмкіншілікті пайдаланып 3 күн қолымнан келгенше жұмақ орнатпақшымын. Сол 3 күннің жылуы, шуағы, қалдырған ізі біздің сағынышымызды басып, сол 3 күнде сүйіктіммен татқан дәмім, алған ләззатының қуаты, шырыны, күшті жарығы бәрі бізге көп уақытқа жетеді. Біздің бір-бірімізге деген сөнбес сезімімізді дәлелдейді. Осы қиыншылық уақытты тезірек өткізіп, артқа тастауға көмектеседі. Алдағы күндерге деген сенімімізді нығайтады. Досымды оның құшағын аңсаған кезде, оның ыстық құшағын сағынып төсекте өз жан тәнімен арпалысқан сәттерде жанға қуат, көңілге медеу болады. Олар бірге болайық, не үйленейік, не әртүрлі айла шарғымен коллекция үшін бірге болғысы келетін еркектерге той тарс беріп, 1-2 күндік қызық іздеп, денемді көздерімен ішіп жеген еркектердің қастарынан тәкаппарлана басып өте шығуға көмектеседі. Мына жол әлі бітер емес. Ой, қандай қуаныш, қандай бақыт еді.
Мен бүгін мен сүйетін, мені сүйген еркекпен кездесем, жаурағаным ештеңе етпейді. Құжаттарымызды тексеріп 1-2 сағат өткен соң кішкене ғана бөлмеге кіріп, от құшаққа енем. Содан соң жаңалықтарды айта жүріп шешіне бастаймыз. Досым шешінуді менен соң бастаса да, бұрын бітіп маған басталады. Осы шалт қимылының өзінде-ақ керемет бір үйлесім бар. Менді бір хрустальдан жасалған қымбат нәрседей бір жерін ауыртып сындырып алмайын дегендей нәзік аймалай бастайды да, сезімнің селін ағытып келіп жібереді. Төменгі жағы іш киімін жыртардай тырсылдап ала сұрып, өзінің барып тоқтайтын, пана табатын, аялдайтын орын іздеп одан дараған бар қызудың күші екеумізді де өртеп бара жатады. Досым мені тұншықтыра құшақтап, өртеніп от шашқан жерін мендегі өзіне арналған орнына апарғанша тағатсыздана қимылдайды. 25 пен 20-ның қызығы да осы шығар. Жаңалықтарды ұмытып қалмасам сосын айтам ғой. Оның қимылына ыңғайлана берем, сөйте тұра, менің де алатын үлесім бар дегендей, керегімді қимылмен білдіремін. Тек бір-бірімізді сөздерімізсіз-ақ, көз қарасыз-ақ ұғысатын әрекеттерге кірісеміз. Жанымыз да, тәніміз де, қимылымыз да тек екеумізге ортақ, тек екеуміз ғана білетін, екеуміз ғана түсінетін, екеуміз ғана сезіне білетін ерекше бір күйге енеміз. Біз секілді бақытты ерлі-зайыптылардың барлығы осындай тәтті ләззатты сәттерді басынан кешіретін шығар. Мен тезірек 2 қабат болғым келеді деймін. Досым екеуміз үйленгеннен кейін 4 айдан соң оны институттан кейін 2 айға әскериге алып кеткен. Оның алдында досымның оқу бітіруі, той деп жүрдік. Былайша айтқанда ыстық суығымыз басылмақ түгіл, балайымызда дұрыс өткен жоқ. Содан кейін секундтар ма, минуттар ма, сағаттар өтеді. Тек әйтеуір тәп-тәтті бір дүние. Арасында демалғанда ол саған қандай қимыл жасағанда толық ләззат аласың дейді. Өз ыңғайына қара, саған ұнайды деймін. Бұл жағынан оның білімі көптеу екенін әйелдік бір сұңғылалықпен сезіп. Екеуміз бір-бірімізді сыйлап жатқандай жан-жағымен болсын бір-бірімізге жақсылықтар мен жағдай жасағымыз келеді. Алғашқы танысқан күннен бастап осындай сөйтетін адамның қалайша қылмыскер атанып түрмеде 3 жыл отыратыны таңым бар. Досымның осындағы туысқандарға араға біреулер салып сөйлесіп көрген екен. Көзі бақырайып өзінше діл марсыған ет жеңді қара қатын $3000 әкелсеңдер, условник срок берем депті. Арада кісі ата-енеме айтқан, $3000 шамамыз келмеді. Кредит алып, қарыз алып, $1,500 жинап берек десе, ол әйел, сендер не базарда отырсыңдар ма? Менің де жоғарыда беретін адамдарым бар, одан төмен болмайды депті. Бұл соңынан қой білгеніміз. Ал сот бітпестен бұрын досымға жолуға рұқсат сұрап, өтінішімізге қол қойдыра, енем екеуміз ол әйелдің қабылдауына кіргенбіз. Сонда сол сот әйел, ертең мен бауырсақ пісіріп әкелгенмін. Ауыз тиіңіздер, бүгін жұма ғой дегенде, енем кішіпейілі құдайға жараған жан екен деп жылшырай танытқан. Ал мен үлкен адамға жас қаншақтана қарап, мама, қандай жан екен көздері айтып тұрған жоқ па деген. Сөзімнің өзінен жалғандық пен өтірік сезіліп тұрғандай көрінген. Әрине ол кезде сұраған ақшасын бере алмайтынымызды білген жоқ еді. Сол бір алғашқы көрген сәттен ұнамаған. Жүрегім сезген екен. Біреудің бақытсыздығынан ақша байлық жинамақшы $3000. Менің жалақымен ішпей жемей, оны жинау үшін 8-10 жыл жұмыс істеу керек. Ал ол болса бір істі қарағанда алмақшы. Істі 2 жұмада 2 рет тағайындап бітірді де досымды 3 жылға бас бостандығынан айырды. Досымның отырғанына 1 жыл болды. Оның 6 ай Алматыдағы Сейфуллин даңғылындағы түрмеде өтті. Мен досым сотталғалы, осымен 2-ші рет 3 күндік свиданияға келе жатырмын. Қанша тыпырлағанымен тағдыр басқа салса көнбейтін шараң жоқ екен. Досымның қылмыскер емес екенін мен білемін ғой. 90 қызға бағалаған қамажайдай 90 еркек жиылып, тырнағына татымайтын досым мен үшін 90 еркек жиналса да, орным басалмайтын досым. Екі көздері жаудыреп, түрмеде отыр. Осы 1 жылдың ішінде мен не көрмедім. Жердің үстінде дем алып жүріп, жердің астында өмір сүрдім ғой. Не ойлап кеттім. Мынау ауылға жақындаған сайын шаршағаным сезіліп жүрісім өнер емес. Енді өте ауыр сумкамды құмырмен су тасыған үнді қыздарындай иығыма салмақшы болдым. Бірақ одан ештеңе шықпады. Әрі көлемді, әрі ауыр сумка, іші әртүрлі тамақтарға толы, банкілер мен қалбырлар ыңғайсыздық жасады. Сағат түскі 12-ге дейін жетуім керек. Сол кезде бір прапорщик шығып свидания кімдерге берілетінін, оларға кімдер келгенін түгендеп келгендердің өтініштері мен құжаттарын алып кетеді. 12-ге дейін жетуім керек. Асығып жүріп сағатымды да ұмытып кетіппін. Көз ұшында айқындалып анық көрініп келе жатқан ауылдан басқа маңайында ешкім жоқ. Мен сүйретіліп жеткен кезде прапорщик деп атайтын кіші бастық 2 сағаттық свиданияға келгендердің құжаттарын алып кетті. Оларды құжаттары бойынша сотталғандарға жақындығын тексереді. Айтуларынша өтініштеріне дәу бастыққа қол қойдырады.
содан кейін ғана кездесуге келгендерді жинап әкетеді. Кейбіреулерге сотталғандардың бұзақылық жасап оларға жаза ретінде свиданиялерінің алынып тасталғаны айтылады. Басқа ештеңе түсіндірмейді. Сол кезде свиданияден қағылғандардың түрін көрсеңіз, ұлдармен күйеулерінің, бауырлармен кездесуге кең байтақ Қазақстанның түкпір-түкпірінен артынып-тартынып бірнеше күн жол азабын тартып келгенде, бар еңбектер далаға кеткендерін көргенде, не істерін білмей күрсініп, көздеріне жас толып, өздерін кінәлі адамдай сезініп, теріс айналады. Бір рет мен бұндай свиданиеде болғанмын. Жүгіріп барып досымның мойнына асылып, шашынан көзінен бас салып сүйе берсем ғой деп ойлағам. Мендегі сезім мен сағыныштың құдіреті түрменің тас қабырғаларын ертіп, анау далиып жатқан зона дарбазасының жоғарғы жағынан керілген, тоқ жүргізілген сымдарды бырт-бырт үзетіндей еді. Бізді әкеліп кіргізгенде, әйнектің арғы жағында отырған түрімшіктердің ішінен қараңғы ала көлеңке жерге көзім бір дегеннен үйренбегендіктен бе, қапелімде досымды бір дегеннен байқай алмадым. Түрімшіктердің барлығы қара киімді, жақтары суалған, көздері іштеріне кіріп шүңірейіп кеткен. Әрине олар курортта отырған жоқ. Ол кезде Алматыдағы түрмеден жаңадан ауыстырған кездер еді. Екі иығы шөгіп ұзын бойы пәсейіп ұнжырғасы түсіп кетіпті. Қалың бұйра шашы ешқашан болмағандай тақырбас. Бір-бірімізді байқап көздеріміз түйісіп, бір-бірімізге қарсы ұшар құстардай болып, қанаттарымызды қомдағанмен патша көңіліңді езіп жіберердей болған айналаға қарап тез сабамызға түскенбіз. Өз шегірткенің айғырындай бір тұтам шыңылтыр дауыс сары еркек свиданияның тәртібімен тағы қысқаша түсіндіруге кіріскен. Біз шарасыздықты түсінгендей, екеуміз әйнектің екі жағынан телефон трубкасын бірдей қолға алдық. Оның бұндай аянышты түрін көргенде-ақ көзім жасқа толған. Ол шарасынан төгілгелі тұрғандай болған. Жоқ, босамауым керек, мықты болуым керек деп ішімді өз-өзімнен қайрап тұрдым. Бостандықта денім сау, мен жыласам, адамның қоры болып түрмеде отырған ол не істейді деп, телефон трубкасын қолына алғанмен тамағына бір нәрсе тұрып қалғандай, бір дегеннен сөйлеп кете алмады. Мен де неден бастарымды білмегем. Бар ойым көз жасымды төкпеу. Ұзақ үнсіз тұрған ол тамағына келген бір нәрсені ұзақ жұтынып тұрып, жаным деді. Осы-ақ екен. Менің жанарымда тұрып қалған моншақтар фонтанша атқылап келе берді. Бода-бода шығып, жылап, өзімді тоқтата алар емеспін. Оның осы бір ауыз сөзінде мен тілме жеткізе бере алмас. Тек екі адамға ғана түсінікті бірін-бірін көзбен ұғар сезімдер тасқыны да, сарғайып аңсатқан сағыныштар, көзгі жапырақтай қалтыраған, ертеңгі күнге үміт те қор болып темір тор ішінде өтіп жатқан қайран 25-нің күндерінен алада қолынан ештеңе келмес шарасыз адамның өкініші де бәрі сыйып кеткендей еді. Оның көздерінен жаным көкем шыда мықты едің ғой, бұл әлі тез өтіп шығады, күт мені, сені әлі бақытты етемін деп айтып тұрғандай. Мен бе мықтысы айтады-ау, 3 жыл ауызбен айтуға ғана оңай. 1 жылдың 365 күні мен түні бар. Менің аяулы адамымсыз өтіп жатқан жағымсыз күндер мен қызықсыз түндер ғой ол. Өшімді көз жасымнан алғандай, біраз жылап алып солқылдап барып әрең басылдым. Ішімнен бір құшақтап мауқымды басып сүйе алмаған бұндай свиданиясы құрсын дедім. Ойым бөлініп кетті. Қасыма келген ақ жаулықты әйел сағат сұрады. Жоқ екенін айттым. Қызық, өз жап-жас өзі ақ жаулық тартып алған. Свиданияға келгендердің жиналып отыратын жері осы бір бөлмелі үйшік, онша үлкен емес. Осы жерде әркім өз шаруаларын бітіріп кеткенше бір кіріп бір шығып жүріп алады. Жағалай ағаштан жасалған үлкен сәкілер қойылған. Әлгі әйел қасымнан кете қоймады. Сіңілім, сен бұрын свиданияда болып бедің, иә? Айтып берші деп қасыма отыра қалды. Не айтам? Бірнеше бөлме, біреулерге ата-аналары, біреулерге әйелдері, тіпті балалармен келеді. Бөлек тамақ істейтін ас үйі бар. Онда неше түрлі ыдыс-аяқ, нан жазатын оқтайы мен тақтайына дейін бар дедім. Бұрын кездесуге келмеген оған қарағанда бір рет болса да болған мен тәжірибелілеу екенмін. Өткен жол ыдыстарда не алу, не алмау керек екенін шамалығам. Менің әңгімеге жоқ екенімді байқады ма, әлгі әйел сыртқа шығып кетті. Иә, ол жолы свиданияға келгенімде 7-8 бөлменің біреуі бізге бұйырған. Ішке кіре сала қауышқан құшақтарымыз 2 сағаттан кейін әрең жазылды. Досымға келген тамақтар мен киімдер бір жақта қалды. Мен досымға, сен жақсы көретін тұшпара жасап әкелдім, мен тамақ пісірейін деймін. Ол, сенен басқа ештеңе керек емес, ешқайда жібермеймін дейді. Солай қоштасып, аймаласқан күйі отыра берер медік. Біреу есікті түртті. Есіктері кілттенбейді, тұруға тура келді. Қазақ кемпір екен. Қызым, аздап чеснок ащы қиярың бар ма? Балам сондайлар жегісі келеді екен. Ал біздің ауылда ет пен майдан басқа не болушы еді деді. Қапаланған түрмен ақталғандай болып. Алыңыз апа, алыңыз деп
Сумкамның ішін ақтарып тастадым. Риза болған кемпірін айналсоқтап, үйленгенсіңдер ме? Ту, жап-жассыңдар ғой. Балам, маңдайыңның бағы бар екен. Мынандай періште түрмеге артыңнан іздеп келіп жүрген. Менің келінім түрме адамды бұзбаса түземейді деп, баламның келісімінсіз ажырасып, 2 немеремді алып кетіп қалған деп, рахметін жаудырған кемпір кемсеңдеген күйі шығып кетті. Қайран ана, ол кеткен соң, ол анамның мұңы да бізге ауысқандай бір түрлі күйде отырып қалдық. Досымды құшақтап, жаным, мен сенімен ешқашан ажыраспаймын. 3 жыл емес, 30 жыл болса да күтем. Сезімімізге селкеу түсірмей күтемін, көкем, дедім. Темір торлы терезе әйнегінің бір шеті сынған екен. Досым оны бітеп одеяломен жауып келді. Бөлме іші суық екен, азынап тұр, жаңа байқадым. Мен ыстық тамақ дайындамақ болып едім. Ол кейін деп бас шайқады. Өзі дәретханаға кетті. Мен қызарып, бетімнің ысый бастағанын сездім. Неге ол мені құшағына алып аялап, сонша ұзақ отырды деп ойладым. Мен тіпті маужырап ұйықтап кете жаздадым ғой. Жаңа кемпір келмегенде, әлде түнімен тамақтар әзірлеп ұйықтамағандықтан ба? Досым келісімен кроваттағы төсекті жерге салды. Николай патша заманынан қалған ба, темір кроваттың сеткасы ішіне түсіп кеткенін, қозғалған сайын шиқ-шиқ етіп ойбайлап қоя беретінін мен де келісімен байқағам. Қазы, сыр, тағы басқа тамақтарды тіліп әзірлеп жатқан маған қарап, келші жаным, келші деп төсекке шақырды. Жаңа ғана тай-тай басып жүрген сәбиін шақырғандай қуана қиыла шақырады. Мен қасына келгенде құшақтап тұрып шешіндіре бастады. Көңілім ояу болғанмен көздерім жұмылып, буындарымнан әл кетіп барады. Ол менің шашымның әр талынан бастап, асықпай кеудемді жалаңаштады. Өртеніп бара жатсам да маған бойың үйренді ме деді. Менің балқып бара жатқан денеммен оның тұмандан бастаған санама жеткені, оның бағанадан бері маған бас салмай күткені, бойы үйренсін деген екен ғой. Үйленгеннен кейін оңаша қалса болды. Мені жатырқап қалдым екен деген ғой. Әрине, мен күйеуге шыққан досыммен қазіргі көріп отырған досымым екі түрлі адамдай. Жағы суалып, қара торы жүзі қап-қара болып түтігіп кеткен. Салқында аязда жұмыс істегендіктен шығар. Көздері үлкейіп, өткірленіп, адамға қатаң қадала қарайтын шығарыпты. Я, мен осында келгелі, мұрным бір жағымсыз күлімсі иісті сезген. Түтінге ысталған бөлмеден бе, ондағы төсек орнынан ба, керек десең ол иіс досымның киімдерінен де, керек десең оның денесінен де шығатын секілді. Әйтеуір көзге көрінбейтін бір нәрселер адамды тарттындырады. Мына жерге 100% араласып кете алмай тұрғанын ол сезген екен. Жаным менің, пірім менің. Жасы менен көп үлкен болса да, әйелдің еркектің мысы басып тұрғаны қандай жақсы. Тізерлеп алдыма тұрып,